Махра, не болды? Просто неприятно. Неприятно? Просто я в шоке от того, что мужчина может говорить одно и делать другое вообще абсолютно. Ну, это жизнь. Угу. Надо принимать просто. Это эмоции были. Я не могла выжить такого стема. Жігіт бір нәрсе айтып, басқа нәрсе істеген үшін жылап жатыр. Дұрыс қой, бұл андай. Лейла мен неге қай жерім кем деп сондай ниетпен де бағана маған да бүйтіп отырды. Жылап отқан байқап қалдым, не болып қалды деп. Дем сөйлемейді, никак айтпайды. Жылама ол үшін саған да табылады нормальный жігіт. Онда тұрған не бар? Өмір тоқтап қалмайды ғой. Жылау дұрыс емес. Мен ойымша саған да нормальный жігіт табылады. Олардың қуанышына қуана берсеші бұл не бар? Қыз сеніп қалды. Біз өзімізді көрдік қой. Өз сезімін мойындады ғой. Шығып, бірақ Рамазан мойындамай қойды. Бірақ Рамазан сыртта не уәде бергеніміз білмейміз. Біз көрген жоқпыз, біз білген жоқпыз. Бірақ мысалы айтамын, жылама. Егер не қыласың, өз-өзің. Жігіт үшін жыламайықшы негізі. Жігіт үшін жылаған. Саған да нормально табылады. Өмір тоқтап қалған жоқ қой бұл менің. Әдемісіз. Әлі талай демей ақ қойын, енді өзіңізге лайықты жігіт кездеседі. Как раз әдемі болып нұрланып жүрсіз соңғы кездері. Жыламаңыз. Біз бәріміз квестқа келдік. Скоро кіреміз. Қалай кіретінін білемін, қорқам қатты. Алда сені. Ей, аманым. Біз квестқа келдік. Бәрі сторис салып өліп отыр. 12 кімде 12? Кинода емес, бұлар актер болады. Әдемі күттім. Айтпа. У кого 12? Осылай той жасап осы күнді сағынамын. Құтты болсын шаттығың, мерекелі тәттігін, той тойласақ би билеп басылар ма аттығың. Құтты болсын мерекең, мерекелі берекең, тағдырыңның. Biz kinoga kelib qolsak. Мәссәм, сәлем дейді жора, асын көтеріп қою деген бар ғой. Biz шаршағанбыз ба десек? Сұрышқа сұрмеймін, кешіріңіз. Сұрамай сізген үшін. Ассалаумағалейкум достар. Нені кинодамыз? Екеуі жұп уже, жұп. Жұп икті, табыр жұп наяқтан. Бізге достық деп қойды. Жұп емес, достық. Отбасымыз. Ой, құржын өз жерде отбасы жаға екі. Отбасымыз. Отбасымыз деп қоясың. Кинодан ең шықты сағат 1:30 болды. Үйге бар ұйықтаймын, еще как болады 3 болады. Машинамда ұйықтаймын. Ал сіздерге қайырлы түн достар. Ертең күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар. Бір рет киіп Неге? Біз қандай квестке барамыз, әлі шешкен жоқпыз. Қатты қорқыныштыға бармай қояйық дейді. Қорқпаймыз конкретно. Что там? Көреміз қазір. Рома Мен квестке қалай кіретінімді білмеймін. Өйткені өте қатты қорқынышты квестке келдік та, еще мен қатты қорқақпын. Қазір бәрі стрессім шығатын сияқты ғой. Ақтөре, боишься? Қорқасың ба? Какой боитесь? Че? Қазір көреміз. Успокойтесь. Құдағи болу деген оңай емес қой. Құдағиыма келдім.
міне біздің күйеу бала өзі орысша екен, орысша қызыма үйретіп алады. Менің қызым негізі білмейді орысша. Қалайсың жаным? Үйретіп алады, мен Назым келеді. Достар, кеш жарық біз Назымның үйіне келдім. Назым, жаным, қашанда келсем әйтеуір столын жайып, гүлдетіп қойып қояды ғой. Көп рахмет, қолыңа дет бермесін. Да? Орысша түсінбесек қатты түсінбейміз енді, бірақ былай түсінеміз. 1 минуттың ішінде дайындады деп жатыр мамасы. Көп рахмет. Жаным. Жанат қайда енді, Жанат? Жанат келеді, Жанат күтіп отырмыз. Неғып, екінші құдағи ол Назым, екінші баласына құдағи. Назым, ойбай, Назымның үйіне Жанат келді. Жанат, қош келдің. Қалайсыңдар? Ана такси ғой, блин. 10 минут адасып бар ғой, шын. Жанаттың жүрген жері осы ғой, адасатты жүр, әйтеуір. Байтисың ғой, баклажан мен нан. Жақсы көремін. Стол соңында осындай болып қалады екен ғой, қабық, сондайлар қалады екен, ой үшін. Біз қайтайын деп жатырмыз, Назым, көп рахмет, жан. Келіп қуанттық, енді қайтып қуантайық, Келіндер үй осы, келіп тұрыңдар. Тұрамыз ғой, енді біліп алдық, тегінше айтпай келе беретін болдық енді. Бағана балық бар деді ғой. Иә. Балық бар деді, балықты келіп жеп кетеміз дейді. Обязательно ғой, балықсыз болмайды. Сондықтан да Назымға бірінші рахмет, Жанатқа рахмет, қасыма келген. Барлықтарыңыз осылай құрбыларыңызбен араласып, сырласып тұрыңыздар. Менің құдағиым негізі Назым. Құдай қаласа қызымды берейін деп тұр. Менің қызымды келін қылып алайын деп тұр. Бірақ оны бірінші Абылайдан сұрау керек.